Мен Серікова Халиша, Ақсай қаласының нөмірі 7-ші жалпы орта білім беретін мектебінің 9-ші сынып оқушысымын. Менің бүгінгі жобада қорғайтын тақырыбым мен мамандықты таңдаймын. Мен болашақта кардиолог мамандығын таңдап отырмын. Кардиолог мамандығын таңдауыма адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп деген өлең жолдары мен адамзатқа деген жанашырлық себеп болды. Кардиология мамандығы медицина тарихы сияқты 1000 жылдан астам уақытқа созылады. Ежелгі заманнан бері жүрек пен қан тамырларының жұмысын жұмбақ болды. Оны шешу көптеген ғасырлар бойы біртіндеп жүрді. 12-ші ғасырдан кейін грек аралының тұрғыны Гиппократ алғаш рет жүректің құрылымы туралы сипаттады. Сол кездері өзінде ол жүрек қарыншалары мен үлкен тамырлары туралы түсінік қалыптастырды. Кардиология саласы бойынша факторға тоқтала кететін болсақ, жүрек сау болу үшін ұйқының ең жақсы ұзақтығы күніне 7 сағат. Егер сіз күн сайын 9 сағаттан артық ұйықтасаңыз, инфаркт пен жүрек қан тамырлары ауруларының қаупі 50%-ға дейін артады. Бірақ одан да жаманы үнемі 5 сағаттан аз ұйықтау. Бұл жағдайда жүрек ауруларының қаупі 2 есе артады. Адам ағзасында 4-6 литр қан бар. Тәулік ішінде жүрек арқылы 7000-нан 10.000 литрге дейін қан айналады. Bir жылда 3.150.000 литр қан айналады екен. Артерия деп аталады, өйткені ежелгі уақытта оның міндеттері денеге ауаны тасымалдау деп ойлаған. Өлгендерде қан артериядан тез кетеді, сондықтан ол латын тілінен аударғанда ауа air және де қамтиды теория деген сөзді құрайды. Кардиолог не істейді? Олардың міндеттері мен жауапкершіліктері қандай деген сұрақтарға жауап бере кететін болсақ, кардиологтың лауазымдық сипаттамасы мыналарды қамтиды. Науқасты физикалық тексеруден өткізу, науқастардың ауру тарихы мен шағымдары туралы толық ақпарат алу, диагнозға сәйкес ЭКГ, эхокардиография, физикалық жүктеме сынағы, амбулаторлық қан қысымы және көлбеу сынамасын сұрау. Пациенттен науқастың туыстарын да аурудың анықтамасы, оның себебі, емдеу әдістері, қауіп-қатерлері және алдын алу әдістері туралы хабардар ету. Жүрек ауруларының алдын алу үшін қоғамдық хабардарлығын арттыру, қажет болған жағдайда әртүрлі дәрігерлермен кеңесу. Тағы да басқа алдарыңызда көрініп тұрғандай кардиологқа жауапкершілік артылатын істемелер көрсетілген. Танымал кардиологтарға тоқтала кететін болсақ, Япония мемлекетінің танымал кардиологы Такеси Ямасита, Ресей Федерациясының танымал кардиологтары Прозоров Сергей Анатольевич, өзіміздің мемлекетіміздегі Қазақстандағы Астана қаласындағы танымал білікті кардиолог Қуатбаев Ермағанбет. Сонымен қатар Израиль мемлекетіндегі Хайм Лондон танымал кардиологтардың біріне жатады. Кардиолог әр пациенттің өміріне жауап береді, сондықтан ол келесі қасиеттерге ие болу керек. Ең алғашқы ие болу керек қасиет бұл жауапкершілік, байқампаздық, қарым-қатынас, сендіру қабілеті, дамыған эмпатия, әдептілік, міндетін білу, принциптілік, сауатты сөйлеу, әділеттілік сезімі, белсенділік және өзін-өзін бақылаудағы маңызы. Мамандықтың оң және теріс жақтары. Оң жақтары кардиолог сұранысқа ие мамандық. Жұмыс табу оңай. Кәсіби қайта даярлау курстарынан өту арқылы медициналық мамандандыруды өзгертуге болады. Ғылыми практикалық жұмыстармен айналысу мүмкіндігі, жаңа диагностикалық ақпараттар, дәріліктер және де тағы да басқаларын жасауға қатысу, қолайлы еңбек жағдайлары. Ал теріс жақтарына тоқтала кететін болсақ, мемлекеттік емханаларда жұмыс істейтін кардиологтар төмен жалақы алады. Сайтқа көптеген пациенттер тіркелген, олардың әрқайсысына назар аудару қажет. Медициналық қателіктері үшін жауапкершілік. Кардиолог болу үшін мынандай университеттерге түсуге болады. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті, Астана медицина университеті, Қарағанды мемлекеттік медицина университеті, Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы, Семей қаласының мемлекеттік медицина университеті, Қазақ-Ресей медициналық университеті, Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университеті және де халықаралық Америка құрама штатындағы Гарвард университеті, Америка құрама штатындағы Дюк университеті, Колумбия университеті, Америка құрама штаты Нью-Йорк қаласында орналасқан.
Және де тағы да басқа да осындай халықаралық және де өзіміздің еліміздегі университеттерге осы сала бойынша оқуға түсуге болады. Кардиолог ретінде мансап пайдалы ма? Жалақы. ақш-тағы кардиологтардың жалақысы өте жоғары. Сондықтан әлемдегі ең жоғарғы жалақы алатын кардиологтар ақш көш бастап тұр. Демек, жалақыға байланысты кардиолог болу да тұрарлық. Біздің елімізде кардиологтардың жалақысы басқа дәрігерлермен салыстырғанда жоғары болып келеді. Ал енді тақырыбымды қорытындылай кететін болсам, 20 жылдан кейін Америка құрама штаттары сияқты елдерде кардиологиялық қызметтерге сұраныс 20%-ға артады деп күтілуде. Көптеген адамдардың кардиологияны оқуды таңдауының себептерінің бірі бүкіл әлем бойынша кардиологтарға деген үлкен қажеттілік. Оның жақын арада өзгеретіні екіталай. Ал кез келген жүрек аурулары әрқашан шұғыл медициналық көмекті қажет ететіні өмірге қауіп төндіретін жағдай ретінде танылады. Олар жүрек қан тамырлары ауруларын емдеуге маманданған дәрігерлер. Дәрігерлерге сұраныс жоғары болса да, кардиологтар бүкіл әлемде жоғары сұранысқа ие. Кардиологтар жүрек проблемаларымен айналысатын мамандар. Назарларыңызға рахмет.